Так, бәріне сәлем. Қазір сендермен қызғанамынан гитарада ойнап үйренеміз. Достар, мен сендерге жаңалығым бар. Мен енді жаңадан YouTube канал аштым. Ол жерде біздер домбыраны 0-ден бастап үйренетін боламыз. Яғни домбыраны қалай ұстау керегін, және қалай дұрыс ойнау керек, домбыраның қағыстары, және де көптеген күйлерді үйренетін боламыз. Каналдың ссылкасын мен описанияға қалдырып кетем. Соған басасыздар да подписаться дегенді басасыңдар. Егер үйренем десеңдер, қош келдіңдер. Енді разбарды бастайық. Мен сендерге оригинал аккордтармен көрсететін боламын. Оны ойнау үшін бізге мынандай каподастр керек. Каподастр болмаса, қазіргі мен айтқан аккордтарды каподастрсыз мына жерде ойнай аласыздар. Бастайық. Каподастрды бірінші латқа қоямыз. Сосын мынадай аккордтар керек бізге. DM. Негізгі атауы бұның басқаша D диез M деп айтылады. Неге олай? Мысалы біздер мына жерде DM ойлаймыз ғой. Біздер каподастрды қойғаннан кейін бірінші латқа мына жерде аты өзгереді. Так, қойдық мына бірінші аккордты. Екінші аккорд бізде B деп айтылады. Әлде H деп айтады оны, ол былай қойылады. Бірінші струнна бірінші латқа бірінші саусақты қоямыз. Одан кейін мынаны 2-ге, 3-ге, 4-ге қоямыз. Бұл екінші аккорд. Үшінші аккорд бізде F деген аккорд. F диез, то есть. Ат өзгеретінде F болды, каподастрды қойдым, F диез болды. Бұны бары ұстай алмайтындарға былай ұстауға болады. Мұна бірінші саусақты 1 мен 2-ге қоямыз. Одан кейін мұнаны 3-ге, мұнаны 4-ге қоямыз. Үшінші латта, 4-ші латта. Мұна саусақты қарау керек, бас бармақты былай тұру керек. Никак былай қисамау керек ол деген. Так, бұл үшінші аккорд F. Одан кейін соңғы аккорд бұл A диез деп айтылады. Негізі оны былай қоямыз. Міне, каподастр тұр, мұнда үшінші латта екінші, үшінші, төртінші струнаны қоямыз. Бұл бізде соңғы аккорд. Бірақ біздер бұлай ұстамаймыз. Мұна үшінші струнаны жібереміз. Тек қана 2 мен 4 ұстаймыз. Осылай. Бұлай ұстаймыз. Мына саусақпен ұстасақ болады. Екінші струна, төртінші струна. Все. Енді мына жоқ қолмен мен сендерге 2 түрін көрсетемін. Біріншісі перебормен булушка осылай. Екіншісі бұл 8 қағыс. Төмен, жоғары, төмен, төмен. Сендерге әдеттегідей куплетті осы перебормен айтатын боламын. Сосын қайырмасына келген кезде немен көрсетем? Қағыспен көрсетем. Так, бастайық. Бірінші айтып берем, куплетті сосын үйренеміз. Жылытады өзім берген жылылық, сұлулығын ешкімде жоқ сұлулық. Бойымда бар, ойымда жоқ қызғаныш. Ұнамайды саған неге соққылық. Кешірімді бере алмаймын басқаға. Мені күсін сон ойынан тастама. Өсегенің қызғанбаған адамның жүрегі таспа, сезім распа. Енді үйренеміз. Так, бұл жерде мен былай ойнап тұрмын. Бірінші аккорд ұстадым да, сосын былай 4-3-2-1 деп ойнайын былай. 4-3-2-1. Сосын булушка жасайын да, и барлық струнаны бірге ойнайын. 4-3-2-1. То есть мына. Тағы да көрсетейін. И осылай мен әрбір аккордқа бір-бірден ойнап тұрмын. Айтқан кезде міне. Жылытады өзім берген жылулық. Потом F-ға барам. Бойымды сұлулығын. Сосын алсамыз ешкімде жоқ сұлулық. Потом бойымда бар, ойымда жоқ қызғаныш. Ұнамайды неге саған соққылық. И осылай жалғастыра береміз. Так, енді қайырмасына келген кезде біздер былай ойнаймыз. Бірінші аккордқа 2 рет төмен ойнаймыз. Жалпы 8-ді қағыс. Бұл қалай ойнаймыз? Төмен, жоғары, төмен. Бұл 8-діктің бір түрі. Негізі 8-ді қағыстың көптеген түрлері бар. Бұл соның бір түрі. Төмен, жоғары, төмен.
мына жерге схемасын қойып қоямын, содан көре аласыңдар. Так, бастаймыз. Төмен, төмен, жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен. Енді бұл әнде қалай ойнаймыз? Бұл әнде біздер екі төменді мына аккордқа ойнаймыз бірінші. Сосын келесі аккордқа үш жоғары, сосын қалған ойнаймыз. Міне, төмен, төмен, келесі аккордқа ауысамыз да жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен деп ойнаймыз. Потом F-қа барамыз, тағы да екі рет ойнаймыз. Төмен, төмен, потом соңғы аккордқа үш жоғары, төмен, жоғары, төмен деп ойнаймыз. Тағы төмен, төмен, жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен, F, төмен, төмен, соңғы аккорд жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен. Енді айтамыз. Барам сені қызғанам, қарамашы бұлдана, сен қасымда болмасам, қаламын мұңдана, жүрегімді ауыртпа, қызғанышымда сен жақпа, қарамашы бұлдана, мен қаламын мұңдана. Міне осылай. Достар, бүгінгі разбор түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де ұнаса, лайк басуды ұмытпаңдар және комментарийға келесі қандай әнге разбор жасау керек, соны жазып кетіңдер.